Сәлем достар, менің атым Айжан. Және де бүгінгі видеомыз менің каналым туралы 10 факт болады. 10 факт себебі біздің каналымызда оның тіркелуші жинап еді. Енді сол құрметті ағайын, енді осы Айжанның 10 мың тіркелуші жинағанын құттықтаймын. Бәріңізге денсаулық, мол бақыт, ашық аспан, табыс, осы барлық армандарыңыз орындалғанын тілеймін. Енді құтты болсын, 10 мыңға жетіпті. Одан да аса берсін, бүкіл армандары орындалсын. Ең бастысы денсаулық. Менің каналымда 10 мың тіркелуші жинап, білесіз бе? Рахмет әрине сіздерге де. Ол біздің тағы да үлкен жетістігіміз. Және де осы жетістігімізде тоқталмаймын. Бұдан да әрі көбейе беретін боламыз. Сонымен біз 10 мың тіркелуші болғандықтан сіздер мен туралы көп білу керек болады деп ойладым. Сондықтан осындай менің каналым туралы 10 факт деген видео түсіріп жатырмын. Егер де сізге қызықты болса, ары қаратай қараймыз. Алғашқы факт ол мен каналымды 2015 жылдың 8 қыркүйекте ашқанымен, алғашқы видеомды 2016 жылдың 1 қаңтарында салдым. Мен оның бәрі есімде білем. Каналымда ең көп просмотр жиналған видеом ол менің жүзіме тиетін заттар. 65 мың просмотр, 65 мың. Каналдың атын Мисс Айжан KZ деп қойған себебім ол мен басында канал ашқан кезде аты Айжан Марат болды. Бірақ ол менің ойымша тым қызықсыз болды. Сосын мен оны алдым да атымды Мисс Айжан KZ деп өзгерттім. Неге Мисс Айжан KZ? Себебі мен болашақта Мисс Қазақстан болғым келеді. Мен видеомда Sony Vegas Pro 13 программасында монтаждаймын. Мен жақында ғана жүктеп алдым. Енді сода монтаждаймын. Обложканы өзім жасамаймын. Сіз мұндасыз ба әлі? Онда келесі факты тыңдаңыз. Видео түсірмес бұрынғы менде дайындық 1 сағатқа созылады. Видеоны түсіруге 20-30 минут кетеді, бірақ әр кезде әртүрлі. Каналымдағы ең сүйікті видеом ол оқушылардың типтері. Видео түсіріп жүргеніме 2 жыл болды. 10 мың тіркелушіде тоқтамаймын. Әлі биік асыларды бағындыратын боламын. Күтіңіздер. Сізге бұл видео ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк басып, менің каналыма Инстаграмға тіркелуді ұмытпаңыз, бәрі описанияда сілтемесі болады. Айтпақшы, мен Инстаграмда жиірекпін ютубтан қарағанда. Сіздермен бірге болған мен Айжан. Сау болыңыздар!